пары может претендовать на титул. Да, скорее всего, победитель этой пары будет следующим претендентом на титул. Hürmetli көрермендер, бұл 3 раундтық жартылай орта салмақтағы жекпе-жек. Біз оны бастауға дайынбыз. Ал сіздер Алматы арена дайынсыздар ма? Ladies and gentlemen, the next fight in welterweight division, introducing fighting out of the blue corner. His professional record: 8 wins, 1 loss, stands 187 centimeters tall. His weight 77.1 kilograms. Fighting out of Shanghai, China. Hanımlar ve mırzalar, salınızlar. Taylak Noraja. Және оның қарсыласы алаңның қызыл бұрышы. His opponent fighting out of the red corner. His professional record: 14 wins, 7 losses, stands 183 centimeters tall. His weight 77.1 kilograms. Fighting out of Almaty, Kazakhstan. Қарсылыңыздар Douglas Puma de Oliveira. Рефери Манап Каптиев. Орта. Менің мұқият тыңдаймыз. Ережені білесіңдер, ережені бұзбаймыз. Қол алмасамыз. Сәттілік. Но прям уже, слушай, напряжение в воздухе висит. Да, все ждут начала этого боя. Да, со звуком сирены начнется первый раунд. И я не знаю, что будет, но мне кажется, что сейчас, судя по тому, что Тайлак показывал вот в углу у себя, сейчас он как-то влетит с 2 ног. Да, максимально, наверное, сам себя завел. Обнялись перед боем. Все. И бой начался. Начался бой. Подавливает Пума. Да, работает первым номером. Тайлак выкидывает. Да. Слушай, вот у него прям такая каратистская стойка. Ну, кстати, слушай, много... Ой-ой-ой, такие локти жесткие Пума пропускает в хоккейном клинче. Сразу же еще один мидл-кик по печени Пума пропускает. Но Пума крепкий парень, с крепкой головой. Уже вот его... не раз отличался он этим, что может очень много урона выдержать, да? Да, с Кадиевым его бой прям показал, что он... О, хотя, слушай, его посекли. Уже рассек, да, он его. Уже много крови у Пумы на лицо. Воу! Слушай, вау! Пропускает Пума. Очень тяжело ему приходится. Он в очень много находится. пропускает. Тайлак накидывает, но Пума вроде не сдается, хотя тут очень близко к стоячему нокауту. Ой-ой-ой, сколько урона, еще один жесткий локоть, вау! Спиннинг бэк-элбоу, еще один спиннинг бэк-элбоу. Несколько ударов, Тайлак сам замедлился, устал наносить он удары. Пума просто не понимает, что происходит, но не останавливается. Да, идет Тайлак вперед. Продолжает накидывать. Пуме очень тяжело. Надо что-то ему предпринимать. И это, еще кажется, один стоячий нокдаун. нокаут. Наверное, это все. Еще один нокдаун, третий. Все. Нет, Пума продолжает. Да, и останавливают бой. Вау. Останавливает бой. Это было очень круто. И было видно, Тайлак настолько был заряжен в начале боя, что он шел за досрочкой в первые секунды. Локти злейшие. Локти из клинча злейшие. Очень много, да, локтей пропустил Пума. И учитывая, что Пума, классный бой. Тайлак весь в крови, кричит, не может сдержать эмоции. Учитывая, что у Пумы крепкая голова, Тайлак, просто ее вскрыл. Удивил, ворвался Да, очень сильно в легон. Как консервную банку своими локтями, простите за эпитет. Тайлак очень рад, огромное количество публики его поддерживает, хотя при этом, и Пума здесь тоже местный, и Тайлак. Но это крутой бой, и просто, да, зацепив Пуму, Тайлак, потому 3 нокдауна оформил. И стоячий нокаут, это ММА, можно так это сказать, да, стоячий нокаут. И хорошо, что вовремя рефери остановил бой, потому что... Да, возможно, можно было и раньше остановить, Миш, потому что, очень много ущерба. Ой-ой-ой, облизывает кровь Дугласа Пумы до Оливейры. Не знаю, насколько это правильно. Думаю, что не очень. Пума не понимает, наверное, до сих пор, что произошло. Да, слушай, уверенная заявка. И вроде вот что-то начало получаться, но локти, злейшие.
Очень много пропустил ударов, вот этих локтей злостных. Скорости уступал изначально, да, вот в ручной скорости. И, наверное, в ММА не стоит надеяться на крепость своей головы, потому что, ну, кулаки Урон и локти имеет свойство крепкие. накапливаться, да, и рано или поздно твой держак, можно так сказать, может тебя подвести. Да, Я тому свидетель. много урона Пума получил. Надеюсь, все в порядке у него будет со здоровьем. Да. А Тайлак очень уверенно зашел в лигу Найза. Да, Я бы посмотрел бы сейчас его с победителем. Сейчас уже есть, на самом деле, пара, которая должна драться за титул в полусреднем весе. Это Рамазан Гасанов и Самандар. Да, Но- да, и вот против чемпиона было бы интересно Тайлака посмотреть. Его ударная мощь, его ударная техника против, да, борьбы Рамазана. Ну и, кстати, у Самандара тоже с борьбой все в порядке. Да, То есть ну- здесь будет именно гангстерская. Да, Dear ladies and разбор. gentlemen, referee Manav Kasti Действительно, он hold this заявил in о 1 себе minute громко. 28 seconds of round number 1. Winner by TKO, fighter of the blue corner, Taylak Nuraja! Тайлақ бауырым, жаныма келіп жақынырақ тұрсаң, ассалаумағалейкум. Жеңісің құтты болсын. Мына қошемет сен үшін. Тағы бір мәрте Алматы арена. Тайлақ Нұражы ұлы Қазақстанға алғаш келуің. Татар отаныңа. Ардақ жанкерлер, Іле автономиялық округінің тумасы 23 жастағы бауырымыз жеңіс құтты болсын. Күймен бөлісші. Қазақ халқының қошеметі сезіне алдың ба? Ассалаумағалейкум баршаңызға. Мыңнан рахмет келіп өстіп жарыс көріп, өстіп қазақтың спортшыларын қолдап отырғаныңыздарыңызға. Өнеген бана мен жарыс туысап, мына денемдегі қанымды бет тілімен жаладым. Кей кезде адамды өстіп шайтан басады, бірақ та битпейік. Мен енді өз қателігімді білдім. Мен өзім мейірімді болғым келеді. Өнен кейін әрқашан қателік істейміз, өзгертеміз. Екінші айтатыным, әйеліме рахмет. Мен 2023 жыл той жасадым. 24 жылы міне балалы болдым. 20 дүниеге келе жатқан балама рахмет өстіп. Өнен кейін үшінші айтатыным, мені қолдап жатқан осы ата-анама рахмет, туыстарыма рахмет. Өнен кейін маған қаржы жағынан, ақыл жағынан, ақыл айтып, қаржы жағынан көмектесіп жатқан Қанат ағаға, өнен кейін ағаларыма рахмет. Рахмет. Тайлақ Нұражы ұлы 77 келі салмақ дәрежесінде Найза лигасының жаңа жұлдызы. Қошеметтеріңіз. Рахмет. Енді Тайлақ бауырым, мына жақта міне сайдың тасында іріктелген қазақтың арыстандай азаматтар тұр. Айдос Ербосынұлы, кәсіпқой боксшы, Садриддин Ахмедов, Батыр Жүкенбаев. Осы бауырларының атынан саған кішігірім тартуымыз бар. Қабыл алғайсың. Айдос, қошеметтеріңіз. Сізді көргенімге өте қуаныштымын. Алыстан алаш десе аттанамын, қазақты қазақ десе мақтанамын. Болған соң әкем қазақ, шешем қазақ. Мен неге қазақтықтан сақтанамын? Ассалаумағалейкум алаш елі. Ал Тайлақ бауырым, батырым, мына жеңісің құтты болсын. Қазақ елі бір марқайып қалды. Керемет жеңіс. Аллах тағала тек қана жеңіс нәсіп етсін саған. Өмір жолың ашық болсын. Алла қаласа мына Шапқат ағаңның жолын берсін. Алла қаласа сол Шапқат ағаңның салмағында келсін. Шапқаттан кейін Алла қаласа сен қазақтың туын көтеріп, қазақтың бір маңдайына өткен батыры болатынына мен сенемін. Алла жар болсын батырым. Рахмет аға, рахмет. Ардақ жанкүйерлер, қошеметтеріңіз. Тайлақ Нұражы ұлы.
Құрметті достар, құрметті көрермендер, мына Шапқат бауырымыздың, жаңағы Тайлақ бауырымыздың басына кигізген тымақ, негізі Шапқат Рахмоновтың қолы қойылған тымақ. Бұл Елжан бренд деген біздің қазақстандық өнім, соның жаңағы қолын қойып, арнайы осы Тайлақ бауырымызға Шапқат Рахмоновтың жолын берсін деп кигізіп жатырмыз. Алла жар болсын. Рахмет, және Нұрбек Қарабал мырза. Енді бұл істің бәрі серіктестеріміз, сіз бітпейді, бұл жерде Абзал бар, Алим компаниясының атынан өзінің бір тілегін айтқысы келіп отыр. Абеке? Ассалаумалейкум. Құттықтаймын. Очень зрелищный бой өте керемет енді. Хороший финиш. Нұрбек Қарабал, үлкен рахмет. За такой красивый организация, это керемет организацияға үлкен рахмет. Компания Алимбат өзіңіз берсіздер енді. Инвестор в спорте в Казахстане №1. Поэтому біз спортты қолдаймыз, көмектесеміз и всегда поддерживаем. И Нұрбек еще тағы бір рет рахмет үлкен. Рахмет. Бәріңізге ең соңында баршаңызға мыңнан мың рахмет. Біз жарыста жеңілеміз, жеңеміз. Мәңгі жеңетін адам жоқ. Мысалы, жарыста жеңілуіміз мүмкін. Тұрмыста, махаббатқа, денсаулыққа жеңілуіміз мүмкін. Бір жеңілгенге қазақтың спортшыларын, ой, сен нашар, сен чемпион боламайсың деп айтпаңдар, жарайды. Қазақтың спортшыларын қолдандар әрқашан. Бәріміз қазақ үшін алға! Қошеметтеріңіз, рахмет.